Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін өткен тақырыпты қайталаймыз. Алгебралық бөлшектерді қосу және азайту. Дәптерді ашып, тақырыпты жазып алыңыздар. Сабақтың мақсаты бөлімдері әр түрлі алгебралық бөлшектерді қосу және азайтуды үйрену. Оқулықтың 233 бетін ашыңыздар. Номер 39-да 21. Бірінші тапсырма. 1 бөлінген а қосу б, азайту. А квадрат қосу б квадрат бөлінген а куб қосу б куб. Бөлшектерді қосу және азайту ережесі бойынша алдымен екі бөлшектің ортақ бөлімін табуымыз қажет. Бірінші бөлшектің бөлімі а қосу б, екінші бөлшектікі а куб қосу б куб. Екінші бөлшектің бөлімінің дәрежесі көбірек. Және де ол қысқаша көбейту формуласына сай келеді. Яғни, қысқаша көбейту формуласының ішінен қайсысын таңдайсыздар? Соны анықтаңыздар. Бұл қысқаша көбейту формуласының 6-шы формуласына сәйкес келеді. Сонымен бірінші бөлшек өзгеріссіз қалады. Екінші бөлшектің бөлімі екі көбейткішке жіктеледі. А қосу б және а квадрат минус а б қосу б квадрат. Екі бөлшектің бөлімінде де а қосу б өрнегі бар. Яғни, екінші бөлшектің бөлімін ортақ бөлімі ретінде алсақ болады. Екі бөлшек сызығы сызылады, бірінші бөлшектің бөліміне және де екінші бөлшектің бөліміне де осы ортақ бөлімін жазамыз. Екі бөлшектің арасында минус таңбасы. Ортақ бөлімі табылғаннан кейін толықтауыш көбейткішіне көшейік. Бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткішін табу үшін біз бөлімдерін бір-біріне бөлу керекпіз. Бөлген кезде а қосу б өрнектері қысқарылады. Қалады а квадрат минус а б қосу б квадрат. Оны бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткішіне жазып кетеміз. Екінші бөлшектің толықтауыш көбейткішін табайық. Бөлімдері бірдей болғандықтан олар қысқарылады, қалады 1. Толықтауыш көбейткішін алымына көбейтеміз. Бірінші бөлшектікі а квадрат азайту а б қосу б квадрат. Екінші бөлшектікі а квадрат қосу б квадрат. Екі бөлшекті біріктірейік. Бөлімі бірдей, сондықтан өзгеріссіз қалдырамыз. Бірінші бөлшектің алымы және екінші бөлшектің алымындағы таңбалар өзгереді. Себебі бөлшектің алдында минус таңба бар. Минус а квадрат минус б квадрат. Бөлшектің алымын ықшамдайық. Ұқсас мүшелер бар. А квадрат және а квадрат таңбалары әр түрлі, қарама-қарсы, сондықтан олар жойылады. Б квадрат және минус б квадрат, оларды да жоямыз. Бөлшектің алымында минус а б ғана қалады. Ал бөлшектің бөлімі а қосу б, а квадрат минус а б қосу б квадратты қайтадан а куб қосу б кубқа келтірейік. Сонымен осы есептің жауабы соңғы өрнек.
Өздік жұмысы номер 39-21-дің 2 мен 3-ші тапсырмасы, 39-22-ның 5-ші тапсырмасы.